Сәлеметсіздер ме оқушылар? Мен Алматы облысы Алакөл ауданы Шарал қазақ гимназиясының бастауыш сынып мұғалімі Оқапова Айсұлу Жеңіс қызы. Қазір бізде математика сабағы. Тарау, теңдік және теңсіздік, теңдеу. Сабағымыздың тақырыбы белгісіз азайғышы бар теңдеулерді шешу. Сабағымыздың мақсаты белгісіз азайғышы бар теңдеулерді шешуді үйренесіңдер. Сабағымызды мына бір өлең жолдармен бастағалы келіп тұрмын. Күлімде күн, күлімде, күлсін барлық бала шат. Берекелі бүгіндей бейбіт болсын болашақ. Жаңа сабағымызға кіріспе ретінде балалар мына тапсырмаларды орындап көрейік. Тез есепте. Мен 4 сәбіз жегеннен кейін менде тағы 5 сәбіз қалды. Қоянда қанша сәбіз болған? Дұрыс айтасыңдар. Қоянда 9 сәбіз болған. Жарайсыңдар. Келесі тапсырма. Майя бақпақтан тосап қайнатты. Ол досына 3 құты бергеннен кейін 7 құты қалды. Майяда қанша құты тосап болған? Я, дұрыс айтасыңдар балалар. Майяда 10 құты тосап болған екен. Жарайсыңдар. Енді жаңа сабағымызды меңгерейік. Назар аудар. X азайту 3 тең 6. Алдымен балалар азайту амалының компоненттерін еске түсірейік. X мұнда азайғыш, 3 азайтқыш, 6 айырманың мәні. Азайғышты табу үшін айырманың мәніне азайтқышты қосамыз. X тең 6 қосу 3, X тең 9. Тексереміз. 9 азайту 3 тең 6. 6 тең 6. Енді балалар, есімізге сақтайтын ереже бар. Белгісіз азайғышты табу үшін айырманың мәніне азайтқышты қосу керек. Енді балалар, мына сызбаға назарымызды аударайық. Мұндағы X бүтін дегенді білдіреді. Ал бөлік, бірінші бөлік 6, екінші бөлік 3. Бүтінді табу үшін 2 бөлікті қосады екенбіз. Азайғыш X, айырманың мәні 6, азайтқыш 3. Яғни 2 бөлікті қоссақ бізде азайғыш шығады екен. Енді балалар, азайғышты табуға байланысты мына бейне жазбаны көріп тамашалайық. Біз сендермен белгісіз қосылғышы бар және белгісіз азайтқышы бар теңдеулерді шешіп үйрендік. С азайту 12 тең 3-ке. Белгісіз азайғышы бар теңдеуді қалай шешуге болады? Қане, ережені еске түсірейік. Белгісіз азайғышты табу үшін айырманың мәніне азайтқышты қосу керек. 3-ке 12-ні қосқанда 15 шығады. Демек, С 15-ке тең. Тексеріп көрейік. 15 азайту 12 тең 3. 3 тең 3. Демек, теңдеу дұрыс шешілді. Жаңа сабақты меңгеру үшін енді келесі тапсырмаларды орындайық. Шығарып көр. Қорапта қанша кәмпит болған? Теңдеу құрастыр және оны шеш. Балалар, мен сіздерге уақыт берем, шығара қойыңыздар. Ал енді балалар, өзімізді тексеріп көрейік. Жақсы балалар, бұл тапсырманы да дұрыс орындадыңдар деп ойлаймын. Яғни жауабы қорапта 10 кәмпит болған екен. Ал енді балалар, бәріміз бірігіп санау әнін орындайық. 1, 2, 3, 4, 5 тамаша. 6, 7, 8, 9, 10 лала. Мен ақылдымын бәрінен, сен де санауды үйрен. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Есте сақта, белгісіз азайғыш бұл бүтін. Бөліктерді қосып, бүтінді табады. Балалар, сандық сәуленің көмегімен теңдеуді шешесіздер. Бұл жерде сіздерге 4 теңдеу берілген. Бірінші теңдеуді мен сіздерге үлгі ретінде көрсетіп отырмын. А азайту 8 тең 11 теңдігіне назар аударайық. Бұл жерде азайғышымыз А. Айырманың мәніне азайтқышты қосу арқылы азайғышты табамыз. Яғни оны сандық сәуленің көмегімен де табуға болады. Яғни сандық сәуледен 11 санын тауып аламыз да, солдан 10-ға қарай 8 рет аттаймыз. Яғни 19 екен. 11-ге 8-ді қоссақ, 19 екен. Тексереміз. 19 азайту 8 тең 11, 11 тең 11. Сіздер де осы тапсырмаларды осылай орындайсыздар. Орындаған тапсырмаларыңызды маған мына сілтеме арқылы Padlet тақтасына жібересіздер. Сол жерде мен сіздерге тексеріп, кері байланыс беремін. Сабағымызды қорытындылау үшін мен сіздерге балалар мынандай тапсырма беремін. Өз бетіңше орындап көр. Дескриптор. Бірінші, суреттегі тілді жылжытып, теңдеулер құрасыздар. Екінші, сандық сәулені пайдаланып, теңдеулерді шешесіздер. Осы тапсырмаларды да орындап, мына сілтеме арқылы Padlet тақтасынан көріп орындайсыздар. Өзіңді өзің бағала. Әр дұрыс жауабыңды саусақпен санап шық. Берілген теңдеуді оқи аламын. Компоненттерді атай аламын. Белгісіз компонентті анықтай аламын. Ережені еске түсіріп, есептей аламын. Белгісіз компонентті тауып, X орнына қойып, есептей аламын. Барлық берген жауаптарыңызды дұрыс деп ойлаймын. Қорытынды. Сонымен балалар бүгін сабақта белгісіз азайғышы бар теңдеулерді шешіп үйрендіңіздер. Бүгінгі сабақтағы жетістіктерің үшін қуаныштымын. Жарайсыздар оқушылар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.